Қарағанды облысында осымен екінші спорт клубы қаржылық қиындыққа тап болып отыр. Егер бұл мәселе жоқ арада шешілмесе, Теміртау Арыстан хоккей клубынан айырылып қалуы әбден мүмкін. Металлургтер қаласының хоккейшілері Шахтер футболшылары сынды 2 ай бойы жалақыларын алмаған. Сол себепті Көкшетаудағы матчқа бара алмақ. Өз кезегінде облыс басшылығы Теміртау мен Қарағанды қалаларының футбол және хоккей командаларын біріктіруді жоспарлап отыр. Яғни Қарағандылық Шахтер мен Теміртаулық Болат футбол командалар және Сарыарқа мен Арыстан хоккейшілері біріктірілмек. Демегенмен аталған командалардың жанкүйерлері бұл жоспарды қолдамайтындарын алға тартып, 100-ден астам қарсы азаматтардың қолы қойылған құжат дайындаған. Которые деньги были запланированы в области. Облыстық бюджеттен жоспарланған қаражаттың орнына тек 15 миллион теңге ғана ала алдық. Бұл қаражат жеткіліксіз. Оның үстіне хоккейшілердің алдында өткен маусымнан қалған қарызымыз бар. Клуб жаттықтырушылары да жалақысыз отыр. Егер жағдай тіпті қиындаса, Теміртау қаласының жұртшылығы мен кәсіпкерлерден көмек сұраймын. Қолдаса, Арыстан халықтық командаға айналады. Алда не боларын нақты айта алмаймын. Бірақ бір шешімін табуға тырысамыз.